Ақша неге сенде тұрақтамайды? Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Арнаға қош келдіңіз. Бүгінгі тақырып көп адамға таныс, бірақ бәрі бірдей ашық айта бермейтін мәселе. Ақша неге сенде тұрақтамайды? Кейде ақша табасың, бірақ ол тез жоқ болып кетеді. Жалақы келеді, бірер күнде бітеді. Қолыңда ақша тұрмайды. Неге бұлай болады? Себебі мәселе тек табыста емес, көбінесе әдетте, ойда және қарым-қатынаста жатыр. Осы видеоны соңына дейін көр, мүмкін сен өз жауабыңды осы жерден табасың. Бірінші себеп қаржылық сауаттылықтың жоқтығы. Көп адам ақша табуды біледі, бірақ оны басқаруды білмейді. Қанша табатының маңызды емес, оны қалай ұстайтының маңызды. Ақша келді, бірден жұмсалады. Жоспар жоқ. Бақылау жоқ. Егер сен ақшаңды санамасаң, ол сенде тұрмайды. Екінші себеп жоспарсыз шығын. Көп адам эмоциямен ақша жұмсайды. Көрді, ұнады, сатып алды. Ойланып емес, сезіммен әрекет етеді. Ал мұндай әдет ақшаны ұстатпайды. Ақша тәртіпті жақсы көреді. Үшінші себеп артық шығындар. Кейде бізге қажет емес нәрселерге ақша жұмсаймыз. Қымбат киім, бренд, бос заттар сыртқа көрсету үшін ақша жұмсау ең үлкен қайлықтың бірі. Бай адам көрсетпейді, ол сақтайды. Төртінші себеп жинамау. Көп адам қалғанын жинаймын дейді. Бірақ ешқашан ештеңе қалмайды. Дұрыс жол алдымен жинау, сосын жұмсау. Кішкентай болса да тұрақты жинау керек. Бесінші себеп қарыз. Қарыз ақшаның жауы. Кредит, қарыз, бөліп төлеу ақша келсе бірден кетеді. Себебі ол сенікі емес. Алтыншы себеп табыстың бір көзі ғана. Егер сенде тек бір табыс көзі болса, ақша тұрақсыз болады. Бір нәрсе тоқтаса, бәрі тоқтайды. Қазіргі заманда бірнеше табыс көзі болуы керек. Жетінші себеп тәртіптің жоқтығы. Ақша тәртіпті қажет етеді. Егер сенде жүйе болмаса, ақша да болмайды. Жоспар, есеп, бақылау бәрі маңызды. Сегізінші себеп ойлау жүйесі. Ақша қиын келеді, ақша менде тұрмайды, мен бай болмаймын. Осындай ойлар ақшаны итеріп жібереді. Ақша сенің ойыңның айнасы. Тоғызыншы себеп сабырсыздық. Көп адам тез байығысы келеді. Бірақ ақша бірден келмейді. Жинау, көбейту уақыт алады. Сабыр болмаса нәтиже болмайды. Оныншы себеп жауапкершілік алмау. Кейде біз кінәні басқаға аударамыз. Жалақы аз, баға қымбат, жағдай қиын дейміз. Бірақ ақша сенің шешімдеріңе байланысты. Не істеу керек? Ақша сенде тұрақтау үшін. Ақшаңды есепте. Жоспар құр. Артық шығынды тоқтат. Жинауды баста. Қарыздан құтыл. Қосымша табыс тап. Ойыңды өзгерт. Тәртіп орнат. Қорытынды. Ақша жай ғана қағаз емес. Ол сенің тәртібіңнің, ойыңның және әдетіңнің нәтижесі. Егер сен өзгерсең, ақша да өзгереді. Егер бұл видео саған пайдалы болса, лайк бас, каналға тіркел, пікір қалдыр. Бұл сен үшін кішкентай қадам, бірақ үлкен өзгерістің басы болуы мүмкін. Алла баршамызға берекелі табыс, адал ризық нәсіп етсін.